Текунати лицей бұл IT жаңалықтары сіздермен бірге мен Кайнуллин Дана. Назарларыңызда сәуір айының жаңалықтары. Мектебімізде ағылшын және орыс тілі апталығы оздырылды. Мектепте ағылшын және орыс тілі апталығының ашылуы мерекелік форматта өтіп, оқушылар ән, би және қойылымдармен ерекше көңіл-күй сыйлады. Апталық аясында зияткерлік ойындар, перформанс, грамматика в ритме хита, викторин мен музыкалық бағдарламалар, интерактивті ойындар және қазына аралы бойынша қойылым өтті. Іс-шаралар оқушылардың тілдік дағдыларын дамытып, пәнге қызығушылықтарын арттырды. Оқушыларымыз республикалық пәндік олимпиаданың жүлдегерлері атанды. Тараз қаласында Қазақстан тарих пәнінен 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиада өтті. Мектебімізден облысымыздың намысын қорғап қатысқан оқушыларымыз 11-ші Би сынып оқушысы Серік Тоқтар мен 11-ші Си сынып оқушысы Асхат Алуа жүлделі 2-ші орындарды иеленді. Оқушыларымызды және олардың жетекшілерін осындай жоғары жетістіктермен шын жүректен құттықтаймыз. Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 2026 жылғы 6 сәуір күні ақпараттық технологиялар лицей мектебі мемлекеттік емес білім беру мекемесімен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Аталған меморандумның негізгі мақсаты білім алушылардың қазіргі заман талаптарына сай ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект бағытындағы білім жетілдіру. Бұл бастама оқушылардың білім сапасын арттыруға, олардың IT саласына деген қызығушылығын дамытуға және болашақ маман ретінде қалыптасуына оң ықпал етеді. Сәуір айының жаңалықтары осындай болды. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын.